Ал бәрекелді ағайындар, құрметті көпшілік, бұлақтан бастау алайын, сөзіме маржан тағайын. Атқарып бүгінгі ұлан асыр мерей тойларыңызды көңілдеріңіз табайын, амандасып алайын. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум сәлем бердім ағайын. Ал кеш жарық. Қайырлы кеш хандар мен мырзалар, құрметті қонақтар, бүгін мінекей киелі әулеті төрінде Тараз қаласында тоғыз жолдың торабында орналасқан сырты сәулетті, іші дәулетті хан сарайы жайында мейрамханамызда бүгінгі қуаныш келіп осындағы Мұрат пен Әселдің шаңырағындағы ұлан асыр мерейтойға қош келдіңіздер дейміз. Енді ағайындар сәлем берген солық береді, сәлем алған қызығын көреді дейді. Ассалаумағалейкум, жылғысы тұлпар, жігіті сұңғар, көкбөріден тараған, көктеріктің ұрпағы, абайын айтап айғайлайтын, жамбылын жанын айтпай, тойдан қайта алмайтын. Төскейде малы, төсекті тәні біріккен, қазақ етті қайсар елдің өректері, армысыздар, бармысыздар ағайын. Құрметті көпшілік, ардақты ағайындар, өздеріңіз байқап отқандай, осындағы Мұрат пен Әселдің қуанышты мерейді бүгінгі көңілді кештері. Енді бүгінгі қуанышы келіп тойын басқару менің пешіне бұйырған дүние екен. Олай болса ел алдына шығып, өзінше елімен амандасып, бүгінгі тойды басқара отырған мынау сұлу шалды сымбатты келген қай бала демеңіздер. Өзім туралы қысқада нұсқада баяндап өтейін. Мақтанатын қазақпыз анасымен, мақтанатын қазақпыз даласымен, менден де өзімше мақтанайын, бабалардың қалдырған арнасымен, бөлтіріктей шешен, қонайындай өсіп шыққан, ойықтың нұрхан атты баласымын. Бәрекелді, мынау білемісіңіздер, ойын іште тамаша сәтек деген елге жиенмін, жалайыр деген елге күйеуімін. Ар жағын айтпаймын. Ал енді ағайындар, қуаныш қызығы бүгінгі мереке осындағы Мұрат пен Әселдің шаңырағында. Олай болса енді ағайындар, мынау ас иесімен дәмді деген әрбір таңды қуанышпен атырайық, сол таңдарды берекемен батырайық, ізетімізбен құрметімізді көрсетіп, үлкен кіші кәнекей барлығымыз орнымыздан тұрайық. Тұрайықшы, бағана Әсел айтып еді, мен кіріп келе жатқан кезде туй елдің бәрін шапалақ ұрып тұрса деп еді. Орындайықшы. Жанарымызды бермен қарай бұрайық, алдымен шапалақ тұрайық. Слава. Тұлғын шапалақ тұрайық. Құрметті Жамбыл политехникалық колледжі. Ал бүгінгі қуаныш иелері, яғни той иелері осындағы Мұрат пен Әселді қарсы алайық. Қалайсың екен? Аллаға шүкір. Жағдай қалай? Өте жақсы. Ай тамаша. Құрметті Әсел, жалпы 30-ға толған қалай екен? Керемет күшті екен. Бәс бұл мынау. Негізі анау ағайындар жасқа таңдалмайды дейді, жасқа қонбайды. Несі жақсы? Жасқа толғанын құр босқа бір жылға қартаясың. Бүгін мінекей, мен қарасаңыздар, Әсел қыздарыңызға 30 жас бермеймін да, тек ойламаймын да. Как будто бір 29-дағыдай қыз сияқты. Бүгін 29 көктеммен көгеріп, 29 жаспен жадырап, 29 күзбен күлімдеп, 30 деген жасқа да қадам бастыңыз. Бүгінгі қуанышыңыз құтты болсын. Бісміллә деп бастайын сөздің басын, көзінде жүректегі жыр жорғасын. Бүгін кеште ақ тілектің барлығы қабыл болып, лайым періштер аумин деп қабыл алсын. Ас болсыншы, елге берген асыңыз, жауқазындай берекелі тасыңыз, Құдай қалап жатса, ұл қыздарыңызбен, жанұяңызбен, Әсел ханым сізге айтам, 100-ден ассын жасыңыз дейміз. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Дұшпан есіп бақпасын, сыртыңыздан бақтасын. Бүгінгі Мұрат пен Әселді түр көзден Құдай сақтасын дейміз. Құдай қалап жатса, Мұрат үшін шапалақ бар ма жалпы? Әсел үшін ше? Мұрат үшін. Негізі бүгінгі тойда жақсылап Мұрат үшін шапалақ ұруға болады. Енді ағайындар, мен аптасына бір 7 күн болса, 8 күн бойы той бастырам да негізі. Мен енді еркектердің 30 жасы, еркектердің 50 жасы, мен әйелдің 30
қожасын басқару 3-ші рет биылғы жылда. Өйткені бұл Мұрат ағамыздың ерлігі, әйелін сыйлағандығы. Құдай қалап жатса, Мұрат